Жолын тапқан адамға оңай негізі. Миллион табуға. Ал өзіңіз айтсаңыз қанша табасыз? Менікі ұқсамайды. Кейде миллион, кейде одан көп, кейде таппай қалатын кездерім болады. Мен андай тұрақты жұмыс емеспін. Жеке кәсіппен айналсам, кейде сауда болады, кейде болмай қалады. Қиын. Неліктен? Жұмыс жоқ. Что еще сказать? Возраст не берут на работу, молодых не оценивают как без опыта. И на минимальную зарплату миллион, мне кажется, тяжело. Қиын. Неліктен? Себебі көп жерде вакансияны іздеп ашып қарасаңыздар, онда жалақы, орташа жалақы 180-нен аспайды. Әр кетсе 220, 250, 280 деп жазатын жерлер бар, бірақ ол жерлерде барып жұмыс істесең, жұмысқа тұрсаң, онда ақша төлемейді. Сол, егер вакансия іздесең, егер кәсіп ашып, кәсіп жасасаң, онда болады табуға әрине. Ал жалпы миллион табу оңай ма, қиын ба? Образование жақсы болса, оңай. Ал сіздің күйеуіңіз миллион таба ма ай сайын? Табат. Мен де табамын. Ой, қандай Я. Енді ол әр адам өзіне қараса, кәсіпкер болсаң, кәсіп бірден кеммен айналыссаң, енді бюджетный сферада жұмыс істейтін болсаң, онда айрықтар жоқ қой, естественно, депутаттардан басқа. Негізі, егерде маман болсаңыз, ойымша табу оңай сияқты. Егерде біліміңіз және керек дағдыларыңыз болса, кез келген компания дегенде, іздеген компания ол миллион теңге төлейтін сияқты, ойымша. Ал сіз айына қанша табыс табасыз? Мен жарты күн жұмыс істеп 200 аламын. Оңай қиын деп айтуға болады. Біреу табыстың көзін табуы мүмкін. Жеңіл ақша деп айта алмаймыз, бірақ енді ақшаны табудың жеңіл жолдарын бір андай программист болып істеуі мүмкін дегендей. Біреу қара еңбекпен табуы мүмкін. Мысалы, стройкада, құрылыста істейтін жігіттерге енді оларға қиын болуы мүмкін. Енді жастайынан ата-анасы білім берген, компьютер оқып, мүмкін программалар оқыған адамға ол миллион табу оңай болуы мүмкін. Сондықтан енді әрбіреуге бір талап қою ол қисынсыз деп ойлаймын. Арнамызға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, әлеуметтік желілерде репост жасаңыз.